Кеше бізге демалыс болған кезде жаңбырға да демалыс болған сияқты. Кеше жаумады, үйде болған кезде, бүгін жұмысқа шығатын кезде 100% жаңбыр дейді. Қолыма осындай зат тағып аламын, қолым нагрузка түспес үшін және басымызға осындай құлағымды жабу үшін сөйтемін. Таңғы 6:45-те жұмысқа шықтық. Осындай қырғыз ағайындар терілерден туларын іліп қояды. 6:45-те жұмысқа шығып, ары қарай таң азанмен бізде митинг болады командаға. Митинг яғни жиналыс. Таргет жасау керек, объемды үлгеру керек, норманы орындаларын керек деген сияқты күнделікті бойынша. Бұл кезде жаңбыр жауып тұр, күйеуім екеуміз 10 ящик теріп алайық екеуміз. Сосын обед ішеміз деп келіскенбіз. 10 ящик сағат түскен бірде тердік. Сонымен үйден нан мен қаз алып келгенбіз, соны жеп, обед ішіп алдық. Артымыздан жаңбыр ұрып жатыр сонда да. Бір 15 минут отырғанның өзінде бізге жел соғып, жаңбырмен қосылып тоңдырып жіберді. Сонымен сағат 4-те тоқтады жұмыс. Ары қарай уже үйге қайттық. Мына жерде датаба үстімізден су дождевиктен өтіп кеткен. Аяқ киімнің іші ол су болды. Водитель жоқ болып, біраз күтіп қалдық. Сол уақытта осыны түсіріп үлгерді. Бүгін ерекше жаумаған жаңбыр болды енді. Айту қиын, үйге келіп, ыстық душқа түсіп, ыстық тамағымызды ішіп, қазір демалып жатырмыз. Айтпақшы, бүгін 15 ящиктерді жаңбырда қолдарымыз мүлдем жүрмеді. Негізі күл көп болды.